Каналға қош келдіңіз. Каналға жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ғаламдық саналық өріс 2030 жылға дейін өтпелі порталдың кезеңінен өтуде. Бұл кезеңде әрбір адам рухпен толық синхрондалуы міндетті болады. Бұдан былай жалқаулыққа, рухани бей-берекет тірлікке, қалай болса солай өмір сүруге жол жоқ. Ғаламдық сана күштері бұған тыйым салуда. Бұйрық тек рухтан. Алдағы 5 жылда жер планетасындағы адамзат интуитивті басқару жүйесіне өтеді. Бұл дегеніміз барлық әрекеттер тек ішкі үндеумен жүзеге асады. Бұрынғыдай ақылмен есептеу емес, жоғарғы рухани навигация басым болады. Рухқа қарсы шыққан әр әрекет денеде ауытқумен, оқиғаларда құлдыраумен, психологияда күйреумен көрінеді. Ғаламдық күштердің жаңа шарты. Ноосфералық кеңістік қазір әр адамға таңдау ұсынып отырған жоқ. Таңдау уақыты өтті. Енді не сен рухыңмен үйлесіп өмір сүресің, не үйлесе алмаған жағдайда сананың ауытқуы, дененің күйреуі, оқиғаның тоқырауы орын алады. Бұл жаза емес, бұл энергетикалық заңдылық. Рухани заңдылықтың жаңа құрылымы. Бала ауруының артында жасырынған рухани үндеу. Таза жан ауырмайды, ол тек хабаршы. Қазіргі кезде көптеген балаларда аллергия, тері аурулары, созылмалы бөртпелер, тіпті ас қорыту мен иммундық жүйедегі бұзылыстар жиі кездесуде. Дәрігерлер көп жағдайда нақты себеп таба алмай, симптомдарды басумен шектелуде. Бірақ бұл құбылыстардың астарында терең рухани механизмдер бар. Бұл жай ғана физиологиялық реакция емес, бұл баланың рухы арқылы ата-анасына беріліп жатқан жоғары вибрациялық хабарлама. Баладағы дене бұзылыстары ата-анасының рухпен байланысының бұзылуының сыртқы проекциясы. Бұл рухтың ояныңдар, жаныңды емес жолыңнан тайдың деген сигналы. Себебі баланың ауруы сіздің айнаңыз. Баланың ауруы есік қағып тұрған Құдайдың дауысы. Кейде бала туа сала аллергиямен ауырады, кейде түсініксіз тері проблемаларымен бетпе-бет келеді. Басқа да аурулармен аяқ асты ауырып жатады. Мұндайда сұрақ қою керек. Ата-ана соңғы жылдары өзін тыңдап жүрме? Ішкі күйі қалай? Жанында шешілмеген қақтығыстар, реніштер, ескі жаралар бар ма? Көп жағдайда жауап «я». Баланың денесі ата-ананың рухани күйінің биоэнергетикалық айнасы. Рух бала арқылы сендер ішкі жарықтарыңмен алшақтадыңдар, мен келіп тұрмын, ояныңдар деп ескерту жасайды. Емдеу қайдан басталады? Ем сырттан емес, іштен басталады. Әке мен бала өзара қарым-қатынасты, өз ішкі жолын, құндылықтарын, рухани күйін қайта қарастырғанда, бала автоматты түрде сауыға бастайды. Ана өз жолын тазартып, рухымен байланыс орнатқанда, бала денесіндегі бөртпе де, аллергия да, басқа да түсініксіз аурулар жоғалады. Әке өз миссиясын мойындап, шын жолға бет бұрғанда, баланың иммундық жүйесі қайта теңеледі. Балалар өздерінің сырқаты арқылы ата-анасының жоғары деңгейдегі өз-өзіне оралуын талап етуде. Олар рухани хабаршы, жарықтың елшісі. Сондықтан баланың ауруын ауыртпалық деп емес, шақыру, ояту сигналы, босатушы код деп қабылдаңыз. Сіз оянғанда бала сауығады, жаныңыз түзелгенде тән де түзеледі. Ішкі тыныштық ұрпақтың денсаулығының кепілі. Сіз шайқалғанда балаларыңыз теңселеді. Адам өзінің ішкі жан кеңістігінде тыныштық таппаған кезде оның айналасындағы энергиялық өріс бұзылады.
Бұл бұзылған өріс ең алдымен балалар мен немерелерге әсер етеді. Неліктен? Өйткені балалар аса сезімтал энергия қабылдағыштар. Олар ата-ананың, ата-әжесінің рухани толқынын сөзсіз сезеді. Әсіресе 7 жасқа дейінгі балалар ересектердің био өрісіне толық тәуелді. Сіз тыныш емессіз бе? Ендеше балаңыз мазасыз болады. Сіздің жаныңызда қорқыныш, реніш, қажу, басылмаған ашу болса, бала оны жеке проблемасы ретінде сезіп, оны ауру немесе мінез өзгерісі ретінде көрсетеді. Сіз өзіңізге шыншыл болғанда, бала денесі арқылы шындықты көрсетеді. Сіздің жүрегіңізде үйлесім болмағанда, баладағы үйлесім жүйелері бұзылады. Ұйқысы, ас қорыту, тері жүйке жүйесі. Сіз күні бойы күйгелек пе едіңіз? Ішіңізде шешілмеген реніш, өкпе, өткеннің уайымы бар ма? Үнемі асығыстықта, ішкі күйзелісте жүрсіз бе? Ендеше бұл тек сіздің денеңізге емес, ұрпақтың энергетикалық құрылымына да теріс әсер етеді. Бала сіздің ішкі тербелістеріңіздің тілсіз куәсі.